Пәтер кезегінде тұрған азаматтарға тұрғын үй салып беріп жатқан Қазақстанның ипотекалық компаниясының басшылары бүгін Шымкенттегі нысандарды аралады. Биыл күнгейдегі қала жұртшылығына 1100-ден астам пәтер берілгелі жатыр. Сапасы бірнеше деңгейде тексерілетін қолжетімді баспанада мін жоқ дейді мамандар. Бұған тілшіміз Бек Әбиев те көз жеткізуге тырысты. Алыстан мен мұндалап тұрған мына зәулім үйлерге алдағы 5 айда жүздеген отбасы жайғасатын болады. Биыл Қазақстан ипотекалық компаниясының басшылығымен Шымкентте жалпы аумағы 64.200 шаршы метрлік құрылыс жүріп жатыр. Бұл дегеніңіз 1140 пәтер. Тәулік бойы құрылыс жүргізіп жатқан инженерлер мен құрылысшылар бақылаудың күшті екенін айтады. Көріп жатқандардың барлығы сапасына разы қазіргі жағдайда. Постоянно, значит, тексерілуде, сырттан жаңағы технический надзор бар, авторский надзор бар. Пәтерлердің биіктігі, значит, пәтердің 2,70 биіктігі көлемді, значит, аумақты кіргенде. Бұл нысандарды салуда тек қазақстандық құрылыс материалдары жұмсалып жатыр екен. Цемент, кірпіштен бастап есік пен терезелерге дейін сапасы сыннан өткен отандық өнім. Есік алдында балақайларға салынған ойын алаңдары мен жасыл желегі де бар. Бүгін арнайы келген Қазақстан ипотекалық компаниясының өкілі әлеуметтік бағдарламаның ұтымды тұстарын айтып берді. Бір шаршы метр осы Шымкент қаласында 950 теңгеден аспайды. Сонда 50 шаршы метрлік тұрғын үй болса, оның төлемі, айлық төлемі 45 мың, 47 мың теңгеден аспайды. Ол өте тиімді деп ойлаймын, өйткені ол бағаға сатып алу құқығы береді. Биыл жыл соңына дейін Шымкент қаласында қолданысқа берілетін көп қабатты 96 үйге кезекке тұрған отбасылар қоныс тойын тойлайтын болады. Сан жылдап өз баспанасын арман еткен көп балалылар, жетімдер, әскерилер мен мемлекеттік қызмет өкілдері пәтерлерін 20 жылда жекеменшік етуіне мүмкіндік бар. Бек Әбиев, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент. В Шымкенте около 100 очередников получат новые квартиры. Казахстанская ипотечная компания в конце года сдаст в эксплуатацию 2 многоэтажки. Сейчас там полным ходом идут отделочные работы. Наших корреспондентов сегодня заверили, что массовое новоселье состоится в срок. За каждой уложенной плиткой нешуточный контроль. Качество работ в этом доме на особом счету. Эти квартиры строят по линии казахстанской ипотечной компании. И жить здесь будут люди, которые годами мечтали о своем жилье. Потому и обещают не подвести ожидания будущих новоселов. При строительстве применяется, значит, материалы казахстанского содержания. Вся используемый материал, значит, имеет сертификаты качества и соответствует ГОСТу. По линии казахстанской ипотечной компании в Шымкенте возводят 2 семиэтажки. Уже вовсю кипят отделочные работы. К массовому заселению здесь не только наклеят обои, но и установят газплиту и сантехнику. К концу года в квартиры смогут въехать 96 семей. Это многодетные, пары, воспитывающие детей-инвалидов, сироты, госслужащие, военные, врачи, учителя. В среднем за двухкомнатную квартиру им ежемесячно придется платить по 47 тысяч тенге. Трехкомнатные будут чуть дороже. Мы считаем, эта цена очень приемлемая, учитывая, что в стоимость аренды входит и стоимость выкупа данной квартиры. Потому что наши квартиры передаются в аренду с выкупом сроком на 20 лет. И при условии, что наши арендаторы вовремя выплачивают, они через 20 лет становятся собственниками данных квартир. В прошлом году казахстанская ипотечная компания ввела в эксплуатацию более 1500 квартир. Все арендаторы, которые через 20 лет могут стать собственниками, сейчас обустраивают жилье. Марина Низовкина, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент.